Бәріңе сәлем жандарым. Бүгінгі влогымда өзімнің бір күнімді толықтай көрсетіп сіздермен бөліскім келеді. Бұл күн мен үшін ерекше әрі әсерлі болды. Сонымен мен күнімді бірге өткізейік. Алдымен таңертең дайындалып, сәл макияж жасап, шашымды ретке келтірдім. Мектепке осындай әдемі образ жинап дайын болдым. Кейін әкем мені алып кетуге келді. Мен тез жиналып көлікке отырып мектепке кеттім. Мектепте бүгін 7 сабақ болды. Сабақ барысында түсірілімге уақыт болмады. Өйткені бүкіл күн бойы біз жұбы жаздық. Бірақ сабақтан кейін мені үлкен қызықтар күтті. Достарым мені кішкене солай театрға баруға дайындады. Әдемі бұйралар жасап, маған көмектесті. Өзіме қатты ұнады. Кітабымды шкафқа қойып, подругамен бірге такси шақырып, оқушылар сарайына жол тарттық. Негізі құрбым екеуміз театрдағы қойылымдарды жақсы көреміз. Таксиге отырып, жол бойы театр қойылымы жайлы әңгімелестік. Қандай спектакль болатыны, қандай әсер алатынымыз туралы ой бөлістік. Көңіл күйіміз керемет. Оқушылар сарайына тез жетіп, бірден ішке кірдік. Кіре салысымен аяқ киімімізді ауыстырып, бірден залға қарай асығып кірдік. Сосын қойылымның алдында мен Бақытжан Еліманды көрдім. Оған сәттілік тілеп, өзімнің видеомды түсіруге бардым. Жалпы қойылым жайлы видео келесі роликте шығады, сол үшін 100 лайк жинау керек. Қойылым басталмас бұрын мен 3 оқушыдан олардың күткен нәрселері туралы сұхбат алдым. Көрермендер ақырын залға жинала бастады. Біз деп құрбым екеуміз бірге жайғастық. Бәрін видеоға түсіретін сүйікті операторымыз да осында болды. Енді қойылымның басталуына сәл қалды. 1, 2, 3. Мен негізі театрға баруды қатты жақсы көремін, ал бүгін алғаш рет жас актерлердің қойылымын тамашаладым. Баян Батыр атты қойылымында жас артистер өз рөлдерін ерекше шеберлікпен орындап, бізге эмоцияға толы кеш сыйлады. Құрбым екеуміз актерлік шеберлікке тәнті болып, әрбір сахналық көріністі үлкен қызығушылықпен тамашаладық. Маған ерекше ұнаған кейіпкерлер бұл Ақсақал мен Батыр Қонтайшы. Олардың ойыны өте шынайы әрі әсерлі болды. Әрбір әрекеттері, дауыс ырғағы, эмоциялары барлығы керемет үйлесім тапты. Залда отырған әрбір адам олардың өнеріне риза болды. Жастар бұл қойылымға 1 ай бойы дайындалған екен. Олар еңбектерін толықтай аяқтады. Қойылым соңында көрермендер зор қошемет көрсетіп, ду қол шапалақтады. Актерлердің еңбегі шынымен де бағалауға тұрарлық. Біз де спектакльден үлкен әсер алдық. Бұл күн ұзақ әрі қызықты болды. Театрдан үлкен шабыт алып, өзім үшін ерекше бір естелік қалдырдым. Театр бұл жан азығы, осындай қойылымдарға жиі барып тұру керек. Бүгінгі күнім сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі влогта тағы да қызықты оқиғалармен бөлісемін. Видеоға лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Кездескенше.